бір ақыл иесі янына сағыштан сарғайған бек мұңсы бір халым келе де, аңа зарын сөйлеп, ақыл иесінен кеңеш үміт ете. Бірден бір ұлым шет жерлерге көшеніп кетті. Шунда өз хынары бойынша іш табып түптленіп қалмақшы бұла. Мен аны сағынудан күні-түні елейм. Өзім аның янына көшіп кете алмайм. Мен аны ішлерге, нешік тыныслық табайым деп сұрай. Ақыл иесі аны сабырғына тыңлай да, шыннан да бұршуың зор екен. Тыңла, мен сенің кәйфіңі көтеру үшін бір мәзәк сөйлеп деп қызықлы бір вақиғаны баян ете. Ханым мәзәкні бегі шата, қызықсынып тыңлай, рәхәтленіп бар қайғысын ұнытып күле, бар жихан күлген тауыштан гүр келіп тұра. Біраз вақыт өткеш ақыл иесі шушық хикаятны қабат сөйлей. Мұңа енді ханым елмайып қына қоя. Ақыл иесі тұқтарға ойламайды. Қабат үшінші тапқыр бір вақиғаны сөйлеп көрсете. Мұнда енді ханым бүтінләй күлмей, ақсақал елмайып, бір нәрсені тыңлап сіз зақ күле алмайсыз екен. Шулай болғаш, не үшін әлі бір нәрсені ойлап, әлі неше ай зар елап еріге. Олың шитті болса да исән сау, өз кәсібі бар, тұрмышында қырып жібер алған. Шуңаның әйбет ғұмыр ету үшін шатланғына еларлық сәбәп жоқ деп аңлатқан. Ешкіне бір егетінің қылқы бек яман болған. Yoqtan da қызып кеткен. Қызған шақта енәшәдегі кішілерге көңіл яраларлық ауыр сөздер еткен. Дуаманланып тұзына тұрған болған. Әтесіз ақ вақытлар аны ақылға отыртырға маташқан. Ләкин әлләні оңышқа еріш алмағаш, ауылының ақсақалын алып кеткен, аңа хәліні аңлатып бергеш, ақсақал егетіні өзіне тәрбиеге қалдырға қошқан. Шылай етіп әтесі үйіне қайтып кеткен, ақыл иесі егетке бір қапшық қадақ тұттырған да, «Мә ұлым, әне құйма, міне шу кеш, ақшуын келген сайын доламада, құтырмада, шықта шул құймаға бір қадақ қағып кір» деген. Егет шулай ішлегенде, бір атына дегенде, құйма қадақлар білен шуарланып біткен, бик кемсізленген, қарар жері қалмаған. Көресің ме? Құйма нешік емсізленді. Осалланған шағыңда өзіңнің дуаманлығың білән сен тирәйінні де емсізлейсің, кішілерінің көңіліне шым саласың, ренжітесің. Егет хатасын аңлаған. Тұра бара өзін тыярға үйренген, тәртипленген. Нашар сөздер білән ашулануын да тоқтатқан. Олғына түгел, әліккеге ақмақлығы үшін бик көкінген. Мен бик көп кішілерінің үйрегін ераладым. Неше қатамны түзетім екен деп сұраған. Қадақларыны кері алып қарасан ғана енді деп жауап берген ақсақал башын шайқап. Егет қабат шатланып ішке тұтынған. Бір-екі сағат дегенде құйманы қадақлардан шешқатқан да қабат ақыл иесін шақыртып шығарған. Міне көр деген ақыл иесі. Сен қадақларын алып бітіргенсің әйе. Ләкин құйма ілік кіше матур мұсың? Жоқ деп баш қаққан егет. Жоқ шол. Кеше көңілі де шулай. Ауыр сөз айткеннен соң ғайыбыңны танып қақу бітінсің де, кеше көңіліңдегі яраны толысынша түзетіп бітіре алмассың, аның жиі қалыр. Шуңа да сөзіңні айткенше, қат-қат ойларға керек. Әйткен сөз, атқан оқты халық мәқәлі. Сөзің ауызыңнан ұшып шыққаш, аны тұта алмассың деген ақсақал.